Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келіпсіздер. Мен сіздермен қыстың күні өте дәмді болып шығатын өз рецептіммен жасалған компоттың рецептісін ұсынатын боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар, достар. Мен осы 4 жемісті таңдадым. Алдымен 4 жемісімді 3-4 реттен жуып, шөптерінен тазартып, осылай турап, дайындап алдым. Апельсинді өз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Мен осылай дөңгелекше етіп турадым. Апельсин компотқа өте жақсы дәм береді. Банкамды жуып, тазартып, 1-2 минут қайнап тұрған суда булап алдым. Мен 2 литрлік банканы дайындадым. 2 литрлік банкіге 5-6 штук алма, 5-6 штук қара өрік, 2 уыс шие салдым. Және апельсин дөңгелекшесінен 2-3 штук салсаңыздар болады. Осылай барлық банкіге қайталаңыздар. Өте дәмді шығатынына сөзім жоқ. Және осылардың бәрін салып алып, үстінен қайнап тұрған, міндетті түрде қайнап тұрған суды құясыздар. Жаймен бастап құйып, барынша толтырып құйып, қайнаған суға салынған қапқышамызды алып жауып, осылай 20 минут жарты сағатқа қалдырасыздар. 20 минут жарты сағаттан кейін ашып, осылай таза кастрюльге, таза ыдысқа осылай сүзгекшесі бар қақпақты жауып, осылай сүзіп алсаңыздар болады. Және оны жанып тұрған отқа жібересіздер қайнауға. Мына жерде мен 2 литрлік банкіге 200 грамм шекер салып жатырмын. Барлығына осылай салып шығасыздар. Шекері әрі көп болмайды, әрі аз болмайды. Тура нормасында шығады. Мына жерде қыздар кешіресіздер, 2-ші рет қайнап шыққан суым түспей қалыпты. Қайнап тұрған суды шекерімнің, яғни жемістерімнің үстіне құйып, осылай банкімізді жауып, жатқызып, домалатып, шекеріміздің бәрін ерітіп, банкамызды осылай төңкеріп қоюға болады. Төңкеріп қойып, міне менде қазірше 4 банка дайын болды. Үстіне жылы майлық сүлгілерімізді жауып, 1-2 сағатқа қалдырамыз. Өте дәмді, тәтті шығатынына сөзім жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай 1-2 сағаттан соң ашып, өз компот қоятын қоймаларыңызға қойып, қыстың күні ішсеңіздер, өте дәмді шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Сіздерге алғысым шексіз. Ас болсын.